Құрметті көрермен, Полиглот жобасының кезекті қонағы, ағылшын тілінің оқытушысы Алексей мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сізге қояр алғашқы сұрағым, қай тілдерді меңгергенсіз және оларды үйренуге не түрткі болды? Ең біріншіде ол менің туған тілім орыс тілі, содан кейін қазақ тілі, ағылшын және француз тілі. Жақсы. Ағылшын тілін меңгеруге не түрткі болды? Ағылшын тілінен түрткі келесі болған. Мен үшін ол мектептен бастап қиындықтар болған, өйткені маған жеке сабақтарға баруға міндетті түрде болған. Сондықтан өйткені жай сыныпта мен жұмыста мысалға мен үйрене алмадым. Солай. Жеке мұғалім. Жеке мұғалімге бардым. Иә, солай. Көп жыл өредім, және содан кейін мен университетте оқыдым. 4 жыл мен шет филологиясында оқыдым, Қарағандыда. Екі шет тілі мамандығында, иә? Француз тілі екінші курстан бастап, бірақ сонда да ең бас тіл үйренуге үшін ол ағылшын болған. Жақсы, ал қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Қазақ тілі менде мектептен бастап үйренуге бастадым. Мен жеке сабақтарға бардым. Менде қатты патриотизм деген пайда болды. Сондықтан мен қазақ тілі үйренгім келді. Жеке сабақтарға бардым, видео көрдім. Егер қазақ достар болған, то сөйлестім, сериалдар көрдім. Солай мен қазақ тілі үйренуге тырыстым. Төрт тіл білесіз, көп тіл білесіз. Ең қиын тіл сіз үшін, және ең жеңіл тиген тіл қайсы? Ең жеңіл, ол қызық болады. Француз тілі мен үшін ең жеңіл тіл болған. Неге? Өйткені ағылшын тілінде, егер ұмытпасам, 40% француз сөздер бар. Сондықтан мен француз тілі үйреніп, егер мен ағылшын тілі білсем, мен француз тілі оңайырақ үйренуге болады. Бірақ ең қиынды қазіргі уақытта, бұрын уақытта қазақ тілі мен үшін ең қиындықты. Өйткені ол, білесіздер ма, ол европейлік тілдерге ұқсамайды, басқа түркі тілдердің тобына кіреді. Иә, өйткені ол басқа сөздер орналастыру, ең біріншіде мысалға бастауыш, содан кейін етістік болады. Сондықтан бәрін ережелері түсінуге және ұмытпауға қиын мен үшін. Мен үшін ол ең қиын нәрсе. Көп тіл білуге өзіңіз қолданып жүрген әдістермен бөліссеңіз, тиімді әдістер болса? Меніңше ол ең біріншіден ол сөйлесуге қорықпаңыздар. Ол ең бастысы. Егер сіз аз сөз білсеңіз, сөйлеңіз. Егер көп сөздер білсеңіз, тағы да сөйлеңіздер, қорықпаңыздар. Егер қателер болмаса, сонда да қорықпаңыздар. Өйткені тәжірибесіз, егер сіз тіл үйренесеңіз, тәжірибесіз ешне болмайды, меніңше. Жақсы, көп тіл білу сіздің өміріңізді қалай өзгертті? Ең біріншіде ол адамдардан көрмет, мүмкіндіктер, мен жұмыста, мен қазақ тілін білуден себептен мен жұмыс істеймін. Өйткені қазақ топтарында, орыс топтарында жұмыс істеу керек. Егер бір мұғалім болса, оқытушы болса, ол жақсырақ болады. Егер екі шет тілін меңгерген ол теңгеремейді. Ол қиынырек болады. Солай мен көп мүмкіндіктер, пайдалар көріп тұрмын. Менің көп білетін үшін. Көп тіл білгендіктен? Жақсы. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Және себебі?
мхм. Білесіздер ма, мен ол бірдеңе үшін ол қызық болады. Мен грек тілі және еврей тілі үйренгім келеді. Неге? Мен сенетін адамын, сондықтан мен күн сайын келе кітап немесе орысша библия оқимын. Сондықтан жақсы түсінуге үшін олар грек тілде және еврей тілде жазам болған. Сондықтан мен жақсы түсінуге үшін мен үйренгім келеді. Өзіңіз меңгерген тілдерде жастарға бір ауыз жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Мен туған тілінен бастап, орыс тілінен. Познавайте мир, исследуйте вещи вокруг себя, читайте больше книг. Ағылшынша explore the world around you, explore the things are around you, and read more books. Французша apprenez le monde, explorez les choses vous entourant et lire plus de livres. Және ең басы қазақ тілінде әлемді біліңіз. Пайдаңызға тағы зерттеңіз, кітаптар көбірек оқыңыз. Жақсы, тұшымды жауабыңызға рахмет. Ана тілін арын бол, ұятың болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қош сау болыңыз көрермен. Сау болыңыз.